Балдызымның қылықтарын түсінбей жүрмін. Өмір деген өзі қызық, алдыңнан не тосып тұрғанын біліп қоймайсың. Бойдақ кезде 2-3 қызбен қатар жүріп, сайран сала беруші едік. Бірақ үйленгеннен кейін өмірлік жарды тауып, бірге бас қосқан соң, бұрынғы бойдақтықтың бәрін тастап, жаңа өмірді тек жарыма ғана арнаймын деп шешіп едім. Алайда, балдызымның менімен, яғни жездесімен тым шектен шығуы менің ойларымды бұзып барады. Менің үйленгеніме 2 жыл болды. Бір балам бар. Шүкір, біреуден кейін, біреуден ілгері өмір сүріп келеміз. Жұмысым да, табысым да жаман емес. Өзімізге жетеді. Алған жарымның өзінен 2 жас кішкентай сіңлісі бар. Екеуі тете өскендіктен бе бастары піспейді. Үнемі ренжісіп қалады. Бір-бірімен әбден күндес болып алған секілді. Оның үстіне балдызым менімен тым қатты әзілдеседі. Алғашында оған онша мән бермейтінмін. Кейін ойланып қарасам, ойынымыздан от шығып бара жатқан секілді. Балдызым өте сүйкімді, қылығы да әпкесіне ұқсамайды. Оның үстіне менен сырын жасырмайды. Екеуміз жақсы әңгімелесеміз. Кейде айтқанымды істей қойса, қысып алып құшақтап бетінен сүйемін, қинаймын, ойнаймын. Сен қыз қашан байға кетесің деп құйрығынан бір ұрып, мойнынан сүйіп аламын. Ол менің осы жаман әдетімді жақсы көре ме, әйтеуір құшақтаған сайын одан әрмен әзілдесіп кетеді. Құдды мені құшақтаса екен деп тұрған секілді. Бір күні менің 28-ге толған туған күнімде екеуміз азық-түлік алу үшін базарға бардық. Көліктің ішінде отырғанда жезде туған күніңмен деп ернімнен сүйіп алды. Мен мән бермегендей болып оның артынан әзілге айналдырып жібердім. Алайда сол қылығы ойымнан кетпей қойды. Тіпті кешкісін оған тілек айтуға сөз берілгенде ішімдікке масайған балдызым: жезде, мен сені қатты жақсы көремін. Сендей жігітпен танысқаныма қуаныштымын. Тіпті сені әпкемнен де қызғанамын деді. Сол күні отырыс бітіп, қонақтардың бәрін үйіне тарасқанда, әйелім көлікпен дос қыздарын үйіне шығарып салуға кетті. Ал балдызым үйді жинастыруға көмектесетінін, осында қонатынын айтты. Үйде екеуміз ғана қалдық. Ол ыдыс-табақтарды жинап жүр. Мен де масаңмын. Әлгі көліктің ішінде еріммен сүйіп алған қылығы есімнен кетпей қойды. Бір кезде диван үстінде жатсам, қасыма келіп, шашымды сипалап, құлағымнан иіскеп бастады. Мен де мас болғандықтан өз-өзімді ұстай алмай, ерінен сүйіп құшақтап, аймалай бастадым. Екеуміз арыға барған жоқпыз. Ол да тым шектен шығып бара жатқанын түсінді ме, бірден бетім бұрып, ұялып, бөлмеден шығып кетті. Мен де үнсіз қалып, өз бөлмеме кіріп жатып қалдым. Сосын әпкесі келіп, екеуі таң атқанша үй жинады. Ертесіне балдызым таңғы шайын ішпестен үйіне кетіп қалыпты. Осыдан бастап менің балдызыма деген көзқарасым өзгеріп кетті. Оны балдызым емес, жүретін қызым секілді көретін болдым. Оған деген махаббатым оянғандай күй кештім. Ол менімен кездескенде ұялады, бірақ оңаша кездесе алмай-ақ қойдық. Оның үстіне өзімде әйеліме не бетімді айтамын. Оның жүрегін жараламайын деп кейде қашқақтаймын. Ол басқа емес, туған сіңлісімен аймаласқанымды білсе, мені өмір бойына кешіре алмас. Баламның әкесі өскенін де қаламаймын. Бірақ балдызыма деген сезімім күн өткен сайын артып бара жатқан секілді. Қанша ұмытуға тырыссам да есімнен кетпейді. Не істерімді білмей әбден басым қатты. Балдызыммен ашық сөйлесіп, не опақ, не сопақ болайық деп ашық айтқым келеді. Мен мұны не үшін жасып отырғанымды да білмеймін. Тек әйтеуір басымнан өткен осы бір жағдайды ешкім айта алмаған соң ішкі сырымды хатқа түсіріп отырмын. Балдызыммен сөйлескен күннің өзінде мұны көпшілікке қалай түсіндіреміз? Олар бізді қалай қабылдайды? Жалпы мұндай жағдайда не істеу керек? Менің басымдағы жағдай басқа біреулерде кездесе ме екен? Бәлкім мен түсінетін, өз ойын, ақыл кеңесін білдіргісі келетін жандар табылып қалатын шығар. Ақыл кеңес қосыңыздаршы.